Толағай түнде қорқынышты фильм көріп отырғанда, кенет артында бір көлеңке қозғалғандай болды. Сол сәтте жүрегі кеудесінде қатты соға бастады. Әр соғысы бұрынғыдан да жылдам еді. Ол таңданып, неге қорыққанда жүрегіміз қатты соғады, деп ойлады. Жауабын табу үшін Толағай кішірейіп, денесінің ішіне кірді. Ол дүрсілдеп соғып тұрған жүректің жанына келді. Нервтер арқылы жылдам таралып жатқан сигналдарды байқап, оларды миға дейін қадағалады. Мидың кереңінде гипоталамус деп аталатын кішкентай аймақ қауіпті сезіп, шұғыл дабыл жіберген екен. Бұл хабар бүйректің үстінде орналасқан бүйрекүсті бездеріне жетті. Бір сәтте олар қанға адреналин деп аталатын химиялық затты бөлді. Адреналин бүкіл денеге кез тарады. Ол жүрекке, өкпеге және бұлшықеттерге жетті. Жүрек бұрынғыдан да жылдам әрі күшті соғып, дененің барлық бөлігіне оттегіге бай қанды жеткізе бастады. Өкпеде жиі тыныс алып, көбірек оттегі қабылдады. Бұлшықеттер ширығып, қимылға дайын тұрды. Толағай мұның күрес немесе қашу реакциясы екенін түсінді. Бұл қорқыныш немесе қауіп кезінде ағзаның автоматты жауабы. Сыртқа қайта шыққан Толағай тағы да мақтанышпен жымиды. Толағай мектептегі байқауда сөйлеу кезегін сахнаның артында күтіп тұрды. Қолдары терлеп, іші бір түрлі толқып, жүрегі әдеттегіден жылдамырақ соғып тұрды. Ол сәл абдырап, неге адамдар қобалжиды, деп ойлады. Жауабын табу үшін Толағай кішірейіп, өз денесінің ішіне кірді. Ол мидың ішіне қонды. Ми сырттағы жағдайды мұқият бақылап жатыр екен. Сахна, көрермендер, жауапкершілік. Алда не болатынына толық сенімді болмағандықтан, ми аса сақ күйге көшті. Ол денені дайындау үшін кез арада белгілер жібере бастады. Толағай сол сигналдардың бірін қуып, бүйректің үстінде орналасқан бүйрекүсті бездеріне жетті. Бұл бездер бірден қанға аз мөлшерде адреналин бөле бастады. Толағай адреналин ағысымен бірге бүкіл денеге тарады. Жүрек бұлшықеттерге көбірек оттегі жеткізу үшін жылдамырақ соға бастады. Өкпе де тезірек кеңейіп, тыныс жиіледі. Қол мен аяқтағы тері сәл салқындап, сол себепті жүйкелік терлеу пайда болды. Келесі аялдама асқазан. Қобалжу кезінде ағза қанды асқазанға емес, ми мен бұлшықеттерге көбірек бағыттайды. Қан айналымының осылайша күрт өзгеруі іштің әлсіз, дірілдегендей сезілуіне себеп болады. Тағы бір жолмен Толағай қол мен аяқ бұлшықеттеріне жетті. Олар сәл ширығып, қажет болса тез қимылдауға дайындалып тұрды. Толағай күлімсіреп, бұл құпияны да түсінді. Толағай шөптің үстінде демалып жатқанда, мойнына кішкентай қауырсын тиіп кетті. Жеңіл қытық оны еріксіз күлдірді. Қызығы бол, неге біз қытықтанамыз, деп ойлады. Жауабын табу үшін Толағай тағы да кішірейіп, өз денесіне кірді. Ол керінің дәл астына қонды. Мұнда сансыз жүйке ұштары таралып жатқан еді. Қауырсын теріге тағы тигенде жүйкелер жарқ етіп, энергиямен толды. Олар сигналдарды жылдам миға жөнелтті. Алдымен олар жанасуды сезетін аймаққа жетті. Кейін эмоцияға жауапты бөлімдерге өтті. Ми сәл абдырап, бұлшықеттерге екі бірдей бұйрық жіберді. Бірінші бұйрық денені сәл шошытып, қытықтан қашуға тырыстырды. Ал екіншісі қатты күлкі тудырды. Толағай бұл тек күтпеген жағдайда ғана болатынын байқады. Қатты немесе бір қалыпты қысым қытық сезімін тудырмайды. Қытық үшін миға тосын сыйға жетеді. Сосын Толағай өз қолын өзі қытықтап көрді. Бірақ ештеңе болмады. Ми ішінде ол себебін түсінді. Қолын өзі қозғағанда ми не болатынын алдын ала біледі. Күтпегендік болмағандықтан қытық сезімі де туындамайды. Мақтанышпен жымиған Толағай бұл құпияны да ұқты. Толағай бір түні шөптің үстінде жатып, жұлдыздарға толы аспанға қарап отырды. Жұлдыздар жарық әрі әдемі көрінді. Бірақ бір нәрсе оның назарын аударды. Жұлдыздар бір қалыпты тұрмады. Олар жыпылықтап тұрды. Ол неге жұлдыздар жыпылықтайды, деп ойланды. Мұны білгісі келген Толағай түнгі аспанға қарай зымырап ұшты. Ол бұлттардан өтіп, жердің атмосферасынан асып шықты.
Сол жерде Толағай қызық бір нәрсені байқады. Ғарыштан қарағанда жұлдыздар мүлде жыпылықтамайды екен. Демек, жыпылықтау жердің атмосферасына байланысты болды. Мұны нақтырақ түсіну үшін ол қайтадан төменге атмосфераға қарай сүңгіді. Толағай атмосфераға кіргенде, оның әртүрлі ауа қабаттарынан тұратынын байқады. Кейбір қабаттар жылы әрі жеңіл, ал басқалары салқын әрі ауыр еді. Бұл қабаттар үнемі араласып, қозғалып тұратындықтан, олар арқылы өткен жарық сәулелері майысып отырды. Алыстағы жұлдыздан шыққан жарық алдымен түзу бағытта қозғалады. Бірақ біркелкі емес ауа қабаттарынан өткенде әртүрлі бағытқа майыса бастайды. Бұл құбылыс сыну, рефракция деп аталады. Кейде жарық толағайға қарай майысып, жұлдызды жарығырақ етіп көрсетеді. Ал келесі сәтте керісінше майысып, жұлдызды көмескі қылып көрсетеді. Осы үздіксіз майысу жұлдыздардың жыпылықтап тұрғандай көрінуіне себеп болады. Толағай жымиып, бұл құпияны енді түсінді. Толағай ыстық күн астында түстен бері футбол ойнап жүрді. Бір уақытта аузын құрғақ сезінді. Еріндері тартылып, жұту қиындап кетті. Ол суды қатты ішкісі келді. Қызығып, біз неге шөлдейміз деп ойлады. Толағай өз денесіне кіріп, кішірейіп зерттеуге бел буды. Ол қан тамырларына түсті. Толағай зерттей жүріп, ойнаған кезде кер арқылы денесі суды көп жоғалтқанын түсінді. Енді қаны қоюланып кеткен. Ол мидың ішіндегі гипоталамус деп аталатын кішкентай аймаққа қарай жүретін сигналдар тобын бақылап жүрді. Мұнда арнайы жасушалар қандағы судың мөлшерін үнемі өлшеп отырады екен. Олар қанда судың өте аз екенін анықтады. Гипоталамус екі маңызды бұйрық жіберді. Бірінші бұйрық сілекей бездеріне жетті. Толағай жақыннан қарап көрді. Бездер бірден аз сілекей бөле бастады. Сондықтан аузы құрғақ әрі жабысқақ болып кетті. Бұл шөлдеудің алғашқы белгілерінің бірі еді. Екінші бұйрық қан арқылы бүйрекке жетті. Толағай соны қуып барса, бүйректер суды одан әрі жоғалтпау үшін несепті қоюлатып жатқанын көрді. Ақырында ми денеде су аз екенін сезгенде күшті шөлдеу сезімін тудырды. Толағай енді бұл құпияны түсінді. Оны мақтаныш кернеді. Бір тыныш түнде Толағай тәтті ұйқыға кетті. Ол ұшып жүрген киттер мен жарқыраған тауларға толы ғажайып әлемге енді. Әуеде қалықтап жүріп, бәрі соншалықты шынайы көрінгеніне таң қалды. Оянған сәтте түс тұман секілді сейіліп кетті. Ол ойланып қалды. Неге біз түс көреміз? Жауабын табуға бел буған Толағай кішірейіп, өз денесінің ішіне кірді. Ол миының ішіне қонды. Мұнда миллиондаған жарқыраған байланыстар тірі секілді қозғалып жатты. Толағай көздің жылдам қозғалысындағы ұйқы кезеңіне келген еді. Дәл осы кезеңде түстердің көбі пайда болады. Ол бақылап тұрғанда нейрондар жылдам атқылай бастады да, қозғалып тұрған бейнелер мен дыбыстарды қалыптастырды. Эмоция орталығы, амигдала, қып-қызыл болып жанып тұрды. Ол түстерді қуаныш, қорқыныш немесе толқу сияқты сезімдерге толтырды. Толағай жарқыраған жүйке сигналдарының гиппокамп арқылы жүйткіп өткенін көрді. Бұл естеліктер сақтақталатын аймақ. Сол сәтте ол түстер кездейсоқ емес екенін түсінді. Олар миға эмоцияларды өңдеуге, артық ойларды тазартуға және естеліктерді нығайтуға көмектеседі. Қызығушылығы артып, ол ми қыртысының ойлау мен логикаға жауапты бөлігі префронталды кортекске көтерілді. Таңғаларлығы, ол жер тым тыныш әрі көмескеді. Сондықтан түстер жиі оғаш әрі түсініксіз болатыны белгілі болды. Мидың логикалық бөлігі демалып, қиялға еркіндік беретін екен. Толағай тағы бір қызық нәрсені байқады. Ми денені қозғалмай ұстау үшін арнайы химиялық заттар бөліп шығарады. Бұл адамға түстегі әрекеттерді шынайы өмірде қайталап кетпеуге көмектеседі. Мақтанышпен жымиған Толағай бұл құпияны да түсінді.